Қайырлы күн баршаңызға. Таңғы асқа өте керемет әрі тәмді болып шығатын оладей дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кет. Айранымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Айран бөлме температурасында жылы болу керек. Одан кейін 3 ас қасық қант салып аламыз. Егер одан да тәтті болғанын қаласаңыздар, 4-5 ас қасық салуға болады. Азырақ тұзымыз бен ас содамызды салып аламыз. Барлығын қантымыз ергенше толықтай араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін осылай жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Екіншісін осылай салып аламыз. Арасында түйіршіктер қалмау керек. Қалған ұнымыздың барлығын салып, араластырамыз. Бізде осылай дайын болды, қоюлығы бәрі осындай болады. Табамызды қыздырып, азырақ май салып аламыз. Одан кейін үлкен ас қасықпен осылай салып аламыз барлығын. Өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Төменгі градуспен пісірген жақсы, 2 минутта пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады, өте үлкен болып көтерілген. Осылай қалғандарын барлығын пісіріп аламыз. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Бұл рецепті ғаламтордан алдым. Өте керемет, тез көтеріледі, көңілімнен шығып жатыр. Асығыс кезде таңғы асқа дайындалатын оладейдің өте жеңіл әрі дәмді түрі. Екі жағы да осылай қып-қызыл болып әдемі шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.